Сәлем достар. Бізде бүгін жаңа тақырып 7 сынып мектеп баспасы Мұхтар Шаханов. Жақында білесіздер, бұл кісі дүниеден озған болатын. Тек артынан мол мұра қалдырды деп сенімді түрде айта аламыз. Шындықты махамбеттей жырлаған ақын еді. Өзім жеке бұл авторды, бұл ақынды өте қатты бағалаймын. Айта алатынымыз Бақылбол ата. Мұхтар Шаханов ақын 1942 жылдың 2 шілдесінде оңтүстік Қазақстан облысы Қасқас ауылында дүниеге келген. Ол Қазақстан Республикасының халық жазушысы. Мұхтар Шахановтың алғашқы өлеңі 1959 жылы Сырдария деген атпен жарияланып, 1966 жылы Бақыт атты тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көрді. Осы екеуін шалықтастырмау керек. Алғашқы өлеңі Сырдария, алғашқы тұңғыш өлеңдер жинағы Бақыт. Ақынның балладалар айтылып келеді, қырандар төбеге қонбайды, ғашықтық, махаббатты қорғау, ғасырларды безбендеу, уақыт бедерлері, зерде атты өлеңдер, балладалар, поэмалар жинақтар жарық көрді. Танакөз, Сейхундария, күре тамырды іздеу, сенім патшалығы, махаббатты қорғау, Нарынқұм зауалымен жеңілген жеңімпаз хақындағы Отырар дастаны мен Шыңғыс ханның қателік атты поэмалар оқырмандардың сүйіспеншілігіне бөленді. Өркениеттің адасуы атты жинағы Мұхтар Шахановты әлемдік әдебиеттегі белестерге көтерді. Өркениеттің адасуы атының өзі қандай? Шығармалар бірнеше тілге аударылып, шетелде жарық көрді. Біз тоқталатынымыз әрине Нарынқұм зауалы поэмасы, яғни әкесі мен баласы арасындағы оқиға. Ендеше бастайық. Әке үкімі. Сомал жігіт кіріп келді ентелеп. Әке, деді ол кірген бойда. Әке, деді еркелеп. Жүруші едің маған ылғи, өкпелі күйуші едің, мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сұрап қайтып аласың ау шамасы, Атышул Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Төрде отырған әкесінің алдына маң-маң басып барды да алтын жіппен әділген жағасы сұр шүкті тастай салды баласы. Я, сөйле, деді әкесі. Қандай ерлік көрсеттің 2 ай бойы, кәне қайда жол шектің? Баласы айтты. Топ бастадық 4 адам, Махамбеттің жақыны қылас төгіттеп, мақтап қағып арқаға қосып алды ортаға. Бұл түгелдей мұнаулыңның ақылы еркін жетер әңгіме ол бір таңға. Қабысызда қармақ салып Махамбетті алдап соғып басын кесіп сыйға тартты сұлтанға. Ой, залым-ай, жүзі қара залым-ай. Мұнша залым екенін қайдан келгем танымай, бұдан өткен зор қасірет болар ма, бұдан өткен зор қасірет болар ма, деп әкесі жас үйірді жанарға. Қабағыңды жаба қалдың, неге мұң, әке, сенің қай сөзіңе сенемін, есіңде ме? Менің бала күнімде Махамбетті жек көрем дегенің. Рас ұлым, айтылған сөз оқпентен. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем, әлде кемшін шағым беді ол ақылға, пенделік қой салған мені тақынба, оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Ғазап пенен атса да асау таңдарым, қайрағам жоқ қызғаныштың қанжарын, іштен тынып жүре бердім төзген боп, өзің шексіз Құдай сүйген жан барын қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм ол дегенде от жалындап көзінен тамсанатын, нақ бір бақыт табардай әр сөзінен, ол ақынға деген іңкәр сезімін көрге бірге ала кетті өзімен. Әттең біздің сор маңдайлы жайықты ерлер аз ғой бара алатын байыпқа, тымке шықтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айтпа. Парасатын ізгілікке жалғаған ақын деген келі аққу самғаған, ал ендеше аққуды атқан пенені қаятаңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес, ең бірінші надансың, ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған. Нақ мынадай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағына болмаған. Қандай қиын кезеңде де
туған ел ақындарын жанын салып қорғаған. Түсінбедім, армандабегінен ұлым. Ертең сені қойып желдің өтіне ызалы ұрпақ түкіреді бетіңе. Сол құрлықтан құтқарайын сені ұлым, және ол зар оңайлықпен тыйылмас. Қанымыз бір, жолымыз да шиырлас. Енді сенің кесіріңнен маған да туған жердің топырағы бұйырмас. Және қайыр, налы мейлі налма. Сорлы балам туыпсың ау соғырма, өзің түстің, өзің қазған орынға. Кетік кәне, ішіңнен ал қолыңа. Ұясына күн тұрайды батқалы, түксиеді меңіреу құм шатқалы. Олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің қасына кеп тоқтады. Мынау төбе саған соңғы шығар шың, болатынын ұғарсың. Сен әрине құралайды көзге атқан оғын маздатқан, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың, деді әкесі құлазынар көңілі. Дір-дір етіп ұмытқам жоқ, деді ұлы. Балам, үміт қызығымның өлшемі, өзің едің, қайғым болдың еңселі. Басың ашық кәне мына төбенің, осы арада қалдырам мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай қып әкенді. Мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сонда ұнарсың қатеңді. Кім аяққа басса заңын далаңын, ұмытқаны қатал тарих сабағын, кешір мені, таусылды бар амалым. Дала заңы, баба заңы қарағым, деп әкесі қолына алды садағын. Сөз маржанда бізде шомбал дегеніміз ірі шымыр тас кесек зор алпамса етшеңді деген білдірсе, жүз қара оңбаған қара бет, шатқал жіңішке жартас серең сай, әдіп киімнің етек жеңіне салынған көмкерме екен. Жалпы ең басынан тоқталып өтсек керекті детальдерді қарасақ, мысалға бізде ең бірінші кім жүгіріп келеді? Әрине шомбал жігіт кіріп келді ентелеп, әке дейді кірген бойда. Мазмұнына келсек, бізде түсініп тұрсыздар, баласы әкесінің кезінде Махамбет Өтемісұлының жек көргенін білген, яғни әкесіне жағу үшін Махамбеттің басын алдын алып келген болатын. Бірақ әкесі не деді? Яғни бұл жерде тағы да қарастыратын мәселе атышулы Баймағамбет Сұлтанның маған берген сыйлығын қарашы. Яғни бізде Баймағамбет Сұлтан бар. Сыйлығы төрде отырған әкесін алып маң-маң басып барды, алтын жіппен әдіп берілген жағы сұр үшікті тастай салды баласы. 2 ай бойы, 2 ай уақыт берілген, 2 айда Махамбеттің басын алып келген болады. Махамбеттің жақыны құласты күттеп, 4 топ басадық, 4 адам дейді. Құласты күттеп дейді, құлас деген жігітті. Оп. Ештеңе етпейді. Құласты күттеп дейді, мақтап қағып арқа қосып алды ордаға. Мынауның ақыл еркен жетер әңгіме болып бір таңға дейді. Қапысты қарамағыз Махамбетті алдап соғып басын кесіп сыйға тарды сұлтанға. Яғни әкесінің реакциясын көріп отырсыздар. Жүзі қара салмай дейді. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Қайталап бізде. Пафос, риторикалық сұраулар кездеседі. Әке, сенің қай сөзіңе сенемін, есімде ме дейді. Менің бала күнім Махамбеттің жек көрем дегенін дейді. Пенделік қой салған мен тақымға дейді. Оған сеніп анасы Махамбетті жақсы көрді. Бірақ не дейді әкесі? Әкесі оған енді бүкіл қазақ, бүкіл халық Махамбет жақсы көрсе де, Махамбетте не айып дейді.
қалай жақсы көрмейсің бұндай халықтың мұңын зарын жырлаған, қамын ойлап халықты алға жетелеген батыр болатын Ресей саясатына қарамай олардың билікке деген өзінің астарлы бір жігерлі рухты шындықты жырлаған ақын болатын. Баламай нақ бір іңкәр сезім ұлы ақынға дегеннің іңкәр сезімін көрге бірге ала кету өзіме дейді. Әттең біздің сормайлайлы жайықта ерлер аз ғой бара алатын байыпқа. Тым кеш ұқтым, жаңағыда айтып кеткендей, Махамбеттей батырға бүкіл қазақ ғашық болса айтпа. Ақын деген не дейді? Келі аққу самғаған. Ал ендеше аққуды атқан пендені қай атаңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен ең бірінші адамсың, адам емес, ең бірінші адамсың, ел дәстүрін, ер дәстүрін қорғаған. Нақ мынадай қасиетті оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған, қандай қиын кезеңде де туған ел ақындарын жанын салып қорғаған. Түсінбедім, армандап ең нен ұлым, ертең сені қойып желдің өтіне, зал ұрпақ түкіреді бетіне. Зал ұрпақ, сол құтқарайын сені ұлым, және қалай дейді, құтқарам дейді, қай тәсілмен құтқарам? Әрине, ол жанға жан, башына баш деген секілді басқа бас жаның алу. Таудың шыңына шығып, бұл сенің соңғы көрген шыңын болсын балам, дала заңы, баба заңы қарағым деп әкесі қолға салды. Біз бұл жерде нені байқаймыз? Кезіндегі адамдар дала заңы мен баба заңын өз ұлынан да, жақын адамнан да биік көрген. Махамбеттің күрескерлік айбының, ұлттық болмысын, ақындық тереңдігін, азаматтық парасын таныту бұл жерде. Себебі Мұхтар Шахановтың өзі әрқашан Махамбетті құрау ақындықтың көпірінің бір түрі. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналған мен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елсендер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқашандай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындық кәусар ақындыққа болу керек асылан, шындықты айтып Ермаханбет айырылған басынан. Ақындар аз, сын сағатта сөзден сіз орайған. Десек дағы Абай қашан жол іздепті оңайдан. Ел ұлт сырларымен, жыры биік тұрғанымен, ісі үшінмен Махамбетті биік қоямыз Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні. Даңққа мойын созғанымен, том-том өлең жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінезсіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дарақш, содан ақын сымақтардың көбі түрлі жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы. Осы ақынның бойындағы ең басты қасиеті ол жаңағы айтып кеткендей, ол шындықты айту.